Сәлеметсіз, Сандар да сөйлейді айтады. Сізге қоятын сұрағым бар. Үш harf сізді айтып берсеңіз. Үш harfсыз ұйқарсыз, күлкарсыз, тамағарсыз. Рахмет. Сәлеметсіз. Сандар да сөйлейді айтады. Сізге қоятын сұрағым бар. 5 асыңыз бен 5 дұшпанды айтып берсеңіз. Талап еңбек терең ой, қанағат рахым, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ. Рахмет. Сау болыңыз. Сәлеметсіз. Сандар да сөйлейді айтады. Сізге қоятын сұрағым 7 жарғыны айтып берсеңіз. Жақсы. 7 жарғы дегеніміз 17 ғасырда пайда болған заңдар жинағы. Сіздерге белгілі Жәңгір ханның ұлы Тәуке ханның тұсында пайда болып, 17 ғасырда 300-дің басын қосып, Әйтеке би, Қазыбек би, Төле би, Тәуке хан бәрі бірігіп, осы заңдар жинағын шығарған болатын. Заңдар жинағының ішінде қаралатын басты мәселе ол отбасы, неке заңы, қылмыстық заң, ұрлық-қорлық, тонаушылық, ант беру мәселелері қаралған. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет. Сәлеметсіз. Сәлеметсің. Сандар да сөйлейді айдары. Сізге қоятын сұрағым 3 бәйтеректі айтып берсеңіз. Сәкен, Ильяс, Бейімбет. Рахмет, сау болыңыз. Сау бол. Рахмет. Сандар да сөйлейді айдары. Сізге қоятын сұрағым бар. 7 қазынаны айтып берсеңіз. Бірінші ер жігіт, сұлу әйел, ақыл білім, жүйрік ат, қыран бүркіт, берен мылтық, майтасы. Рахмет, сау болыңыз.